Армысыздар, қадірлі көрермен. Сіздермен бірге таңғы шай жобасы. Біз бүгін таңымызды бір кесе шаймен ғана емес, мағыналы, маңызды, жиі айтыла бермейтін тақырыпта бастамақпыз. Ол мықты әке, мықты ұрпақ негізі. Қазақта әке асқар-тау, ана бұлақ, бала жағасындағы құрақ деген терең мағыналы сөз бар. Осы тақырыпта бүгін бізде қонақта педагог, ұстаз, көп балалы әке, Досқожа Жандос мырза. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгінгі біз тақырыбымызды бастамас бұрын өзіңізге сөз кезегін берсек, өзіңізді таныстыра өтсеңіз. Шоқай ауылының тумасын, 17 жасымнан ұстаздық қызметте жұмыс атқарамын, білім саласындамын. Келесі жылы 30 жыл болады екен. Жалпы өмірлік ұстанымым осы ұстаздық жолда жүргендіктен пайдалы болу, балаларға, қоғамға пайдалы болу, ағару және ағарту саласы. Қазір қоғамда мықты әке рөлі қандай деп ойлайсыз? Біздің бүгінгі бас тақырыбымыз әке болғандықтан, әке қандай болу керек? Бұрынғы әке мен қазіргі әкенің айырмашылығы қандай? Жақсы. Менің үлкен ұлым, Есәлі деген ұлым бар. Сол ұлымның бір күні маған мынандай сұрақ қойды: әке, сіз өзіңізді жетістікке жеткен адаммын деп санайсыз ба деп. Сол кезде мен одан сұрадым, неге бұлай қойдың десем, менің, ол қалада оқитын да, менің ұстазым сенің әкең жетістікке жеткен адам ба деп сұрақ қойды дейді. Сол себептен сізге қойып отырмын деп. Осы тақырыпта біз әбден ойландым, екеуміз біраз әңгімелестік осы тақырыптың аясында. Расымен де жетістік деген ұғымды әркім әртүрлі түсінеді. Енді өлшеміне қарай ғой. Біреулер үшін зәулім сарай салу жетістік болатын болса, біреулер үшін кредитін жабу жетістік болуы мүмкін. Сол баламмен осы тақырыпта еркін әңгімелескеннен кейін өзімнің блокнотымда алып, расымен де мен жетістікке жеткен адаммын ба деп өзімнің өткен өміріме шолу жасай бастадым. Шын мәнінде осы жазу барысында өзіміздің жалпы болмысымызды ашуға болады екен да. Расымен де не істеп жүрмін, болашаққа қандай мақсат қоямын деген тақырыптар сол жерде ашыла бастады. Жалпы бұл 21 ғасырда барлық адамның негізгі тақырыбына айналып отқан сияқты, проблемасына. Жетістікке жету, табысқа жету деген сияқты. Барлығымыздың мақсатымыз әйтеуір әке болғандықтан табысқа жету, сол арқылы табысты баланы тәрбиелеу болып табылады ғой. Бірақ біз табыс деген кезде бірден ойлап кетуіміз мүмкін қаражатты, ақшаны. Бірақ табыс бұл табу, табысу деген дүниеден шыққан екен да. Қайсы бір адам өзі Құдайдың берген, өзіне берген мүмкіндіктерін, қабілеттерін табатын болса, жаңа мен баламның сұрақ қойған кезде мен жаза бастадым ғой, сол жаза бастаған кезде расымен де менде қандай бір нығметтер, қандай қабілеттерім бар, мен не істеп жүрмін деген сұрақ туындады да маған. Сол жаза бастаған кезде айқындалды ғой. Сол кімде-кім өзі сол табатын болса, өзін табатын болса, табысқа жетуіне жол ашылады екен. Және ол табысқа жететін болса, қоғамға да пайдалы болады, әрі өзіне де пайдалы болады екен да. Енді осы табыс жайлы тағы да бір айтқым келіп отыр. Сіз өзіңіздің салаңызды, мамандығыңызды табатын болсаңыз, сіз сол саланы жандырасыз. Сіз шатаспай өзіңіздің жарыңызды жолықтыратын болсаңыз, онда сондай берекелі шаңырақ боласыз. Сол жарыңызбен тату-тәтті бола тұрып өмірге бала келетін болсақ, бұл бала өмірдің мәні болып табылады екен да, сол табысқа жетелейтін дүние болып табылады екен. Жақсы. Осы қараңызшы, бізде бала тәрбиесі дегенде ана алдыға шығады да, әке кей кезде көлеңкеде қалып қояды. Осы мәселеге байланысты әкелерге қандай қасиет жетпейді деп ойлайсыз? Баланың тәрбиесімен нақты айналысу үшін. Енді қазіргі сондай біз әлемде өмір сүріп жатырмыз. Қазіргі әлемді ғалымдар Шива әлемі деп атап отыр. Спот әлемі, вука әлемі деген сияқты бұл бөліп отыр да. Түсініксіз күйрейді, жаңарады, креативті бол, қайта құруға дайын бол деп отыр. Расымен де ана мен әкенің отбасындағы рөлі қазір өзгеріп кетті.
енді бір нарық заманы, мынау тәуелсіздік алғаннан кейінгі сондай бір қиын қыстау замандарда көп жағдайда билікті не алып кетті да, аналар алып кетті да қоғамда. Сол себептен әкелердің расымен де несі орны кішкене төмендеп жатқан сияқты. Бірақ қайсы бір отбасында билік әйелдің қолына көшеді, ол отбасында система бұзылады деп санаймын өзім, жүйе бұзылады. Еркек қай уақытта да ол жауапкершілікті мойнына алып, отбасының негізгі тірегі, негізгі тәрбиешісі ер азамат болу керек. Сол ер азамат болмай әйел, жалпы қазір әлемде мынандай саясат жүріп жатыр, әйелдендіру саясат жүріп жатыр. Неге әйелдендіру? Себебі әйел басқарған отбасына кез келген идеологияны тықпалап кіргізіп жіберуге болады. Сол сияқты қоғамда да әйелдер билікті алатын болса, ол қоғамды басқару, ол қоғамға ықпал етуде оңай болады екен да. Сол себептен біз ер азаматтар расымен де қазір бізге төтенше жағдайда өзімізге жауапкершілікті алуымыз керек. Әке негізі ұлдың мінезін қалыптастырушы, қыздың болашақ жарының бейнесі деп айтамыз. Ал қазіргі қоғамда отбасы мүшелері, ата мен ана, ол барлық тәрбиені мектепке сілтеп қояды, қоғамға сілтеп қояды. Ал сіз бұған қалай қарайсыз? Мынау Абай атамыздың бір сөзі бар: сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барқалан деген. Сонда жас баланы кірпішке теңейтін болса, сол кірпіштің саны мен сапасы 3-5 жас аралығында отбасында қаланады екен. Ең алғашқы баланың тәрбиешісі, ең алғашқы ұстазы, ең алғашқы дағдыларды үйретуші, ең алғашқы мәдениетті үйретуші, ең алғашқы қарым-қатынасты үйретушінің бәрі бұл ата-ана және отбасында. Сол отбасында алған бүкіл мәдениетті, қарым-қатынасты бала мектепке келгенде алып келеді. Сол мектеп ары қарай сол баламен жұмыс жасай бастайды. Сол себептен баланың қалай болып өсуі ол отбасына бірінші байланысты. Мен өзім педагог болғандықтан, сол балалардың отбасында алған тәрбиесін, алғашқы білімін, танымын біз одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Және де бұл айтады ғой, әрбір ата-ана баланың бұл әлемге қарар терезесі дейді. Сол себептен ата-анаға қарап бала өмірді таниды. Сол себептен біз ата-аналар барынша сол алғашқы білімді, алғашқы ұстазы біз болуымыз керек деп санаймын. Ал осы бойынша қазіргі әкелерге қандай талаптар қойылуы керек? Мен бағана айтып өттім, біз қазір сондай түсініксіз әлемде өмір сүріп жатырмыз деп. Осы ғалымдар, Нил Хоум мен Уильям Штраус деген осы ғалымдар соңғы кезде ұрпақтар теориясы деген ғылымды ойлап тапты. Бұл жерде адамдарды бір кезеңдерге бөлген. Ұлы ұрпақ, үндемейтін ұрпақ, бэби бумер ұрпағы, одан кейін X ұрпақ, Y ұрпақ, Z ұрпақ, альфа ұрпақ деп. Қазіргі ата-аналардың тәрбиелеп отырған мектеп жасындағы балаларда көбінесе сол альфа ұрпақ болып саналады. Бұл альфа ұрпақ бұрынғы ұрпаққа қарағанда мүлдем өзгеше болып тұр. Телефонға телмірген ұрпақ деп саналады. Олардың жалпы болмысы, мінез құлқы, психологиясы мүлдем бөлек. Бізге қазіргі таңда әкелерге міндетті түрде сол балалардың психологиясын меңгеруіміз керек болды. Бізге өмір бойы білім алу тенденциясы күтіп тұр бізді әкелерді. Тура сол сияқты балалардың психологиясын меңгеру. Себебі олар өте сынғыш, өте нәзік, өте әлсіз. Бұрын ата-аналар, әкелер балаларды ұрып, жаңағыдай қаталдықпен тәрбиелейтін болса, қазіргі мынау тоқшылық заманда балалар ондай нәрсені көтере алмай жатыр да. Сол себептен оларға барынша қатынас кішкене өзгешелеу болу керек деп санаймын. Олар қазір телефонға телмірген ұрпақ болып тұр. Бұлар кітап оқулар келмейді, барлық нәрсенің тез бола қалғанын қалайды. Сол себептен бізге бұл балалардың альфа ұрпақтың психологиясын
меңгеру не үшін қажет деген сұрақ туындаған кезде ата-аналарға олармен дұрыс мәміле құруымызға, біз өзіміздің алған тәрбиемізді, жаңағы қаталдығымызды, басқа дүниелерді балаларға бере беретін болсақ, ол балалар оны қазір қабылдай алмайды да. Сол ұрпақтар арасындағы түсінісуге ол өте пайдалы екен да, жаңағы олардың несін білуімізге. Және бұл жерде оларды толығымен 100% қолдау деген ұғым жоқ бұл жерде. Оларды психологиясын түсіне отырып, көркем түрде ұлттық құндылықтарды бойына сіңіре отырып, бізге де қазіргі мынау әлемдегі соңғы жаңалықтарды меңгеріп, бірге даму, бірге жаңағы өсу керек болып тұр бізге. Жақсы. Ұлттық тәрбие ұрпақ кепілі. Сіз отбасыңызда қазақи тәрбиеге қаншалықты мән бересіз? Жақсы, рахмет. Қазір қазақы тәрбие деген кезде барлық отбасы қазақ тәрбиеге мән береді деп ойлаймын. Біз қазір сондай бір жаһандану заманында өмір сүріп жатырмыз. Әлем өте бір-бірімен жақындасып кеткеніне кетті. Екінші жағынан адамдар бір-бірімен неғылып кетті. Алыстап кетті. Мынау бәрі телефонға телмірген ұрпақ болып тұрмыз ғой. Үлкені де бар, кіші де бар. Қазақы құндылық, қазақы салт дәстүр, мәдениет біздің өмір сүру салтымызға етене еніп, бір-бірімен қабысып кеткен. Оның бәрі беріліп жатыр. Соның ішіндегі өте бір керекті құндылықтардың бірі ол қарым-қатынас құндылығы деп айтатын едім. Қазақтың салт дәстүрінде, әдет ғұрпында мынау бір ән бар ғой, құда түсу, сырға салу, бесік той деген бір қазақтың. Сол жердегі бүкіл жасалынатын шаралардың бәрі адамдарды бір-біріне мейірімділікке, жаңағы жақындастыруға, қарым-қатынастың дұрыс болуына тәрбиелейтін сондай бір құрал. Сол себептен отбасымызда міндетті түрде сол қарым-қатынас дағдысын арттыруға әрекет жасап жүрміз. Бүгінгі заман әкеге жаңа жауапкершіліктерді жүктеп отыр. Тек асыраушы ғана емес, бағыт беруші, дамушы, бірге өсуші әке болу үшін сіз өзіңізбен қатарлас әкелерге, өзіңізден кіші жастарға қандай талаптар туралы айта аласыз? Қандай кеңес беретін едіңіз? Рахмет. Мен бір 5 кеңес жайлы айтқым келіп тұр. Себебі осы дүниелер бізге қазір қажет сияқты. Мектепте, мен өзім мектепте жұмыс істегендіктен ата-аналарға біз ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығы деген бар. Сол жерде жалпы тәрбие сағаттарында әкелер жұмысы деген бар, бізде аналар клубы деген бар. Сол жерде айтылып жатыр. Дегенмен ең айтатын бірінші кеңесім ол қазіргі балалардың жан дүниесіне үңілу керек деп айтатын едім. Себебі адам деген болмысты, адам деген қадір қасиетті Мағжан Жұмабаев атамыз айтады, жан ғана бере алатын болғандықтан, жанына үңіліп, баланың жан дүниесіне біз мән беруіміз керек екен. Себебі расымен де қазіргі балаларды телефон тәрбиелеп отыр. Біз баланың жан дүниесіне үңілу арқылы оның болашағын болжай аламыз, болашағында қандай маман иесі болатынына, жалпы ол қайда бара жатқанына мән бере аламыз да. Себебі мені өзі мұғалім болдым ғой, мен анам көкпаршы қылғысы келген. Мен енді әбден әуре болды, мен жақсы көкпаршы болсын. Мен шынымды айтсам, өзім атқа да дұрыс міне алмадым. Бірақ мен осы білім саласының көкпарында жүрмін деп өзім санаймын. Сол себептен бұл нені білдіреді? Бұл бізде мектепте кәсіби бағдар беруші педагог сол сала бар ғой, маман. Ол балаларды сол болашаққа дайындайды да. Бірақ шын мәнінде баланың ең алғашқы бағдар берушісі, оның жан дүниесін түсінушісі ол ата-анасы, әкесі. Екінші бір айтайтын кеңес ол ойлану. Расымен де бала ол ата-ананың миымен ойланады. Ата-ана отбасында қалай ойланады, ол солай ойланады. Мынандай нәрсе бар. Жалпы Кэрол Дугтың «Ойлау» деген кітабы бар. Сол кітапта адамдарды екіге бөледі. Шектеулі ойлау деңгейіндегі адам, дамуға, өсуге бейім ойлау деңгейіндегі адам деп.
сол шектеулі ойлау деңгейіндегі адамдар қазір мына қоғамдағы анау Назарбаевтан бастап бүкіл қоғамды, адамдарды, басшылықты бәрін жамандап жатыр ғой. Сол шектеулі ойлау деңгейіндегі адам екен да. Ал дамуға бейім ойлау деңгейіндегі адам көп жағдайда мәселені ол өзінен іздейді екен да. Өзі ары қарай дамуға тырысады екен. Сол себептен баланың ойлауына мән беруіміз керек екен. Үшінші айтатын кеңес ол еңбектену. Кеңес үкімет заманында мектепте балалар өздерінің кабинеттерін, бөлмелерін тазалайтын. Қазір баланың құқығы деп балаларға біз көп нәрсе істетпей жатырмыз. Бірақ қай уақытта бала еңбектенеді, еңбекке баулынады, сол кезде ол өмірге бейім болады екен. Төртінші айтатын кеңес ол денсаулық. Расымен де қазір денсаулыққа өте мән беретін заман болып тұр. Денсаулық деген кезде, баланың денсаулығына мән беретін кезде ата-аналар ойлану керек. Қайсы бір ата-ана денсаулыққа қатысты білімі болатын болса, сол ата-ананың балаларының денсаулығы жақсы болады. Себебі денсаулық тақырыбы бұл отбасының ерте жатуынан басталады. Оның ішіп жемі, өмір сүру салты. Ата-аналардың денсаулығы дұрыс емес болатын болса, олар дұрыс емес тамақ ішетін болса, олар қимыл қозғалысы дұрыс болмайтын болса, оларда үнемі ұрыс-керіс болатын болса, нерв жүйесі, жалпы денсаулық дұрыс болмайды екен да. Сол себептен мен әкелерге тағы да бір айта кететін бір кеңес, ол балалардың денсаулығына мән беру керек. Ол балалардың, қыз балаларға мектепте ерекше жаңағы медегіміз бар, тәрбие беріп жатады, қыздар тәрбиесі деген сияқты. Сол сияқты ұлдардың да өзінің ерекшеліктері бар. Олар 12-13 жастан бастап оларда тестостерон деген гормон қалыптаса бастайды. Осы салада білім алу керек ер азаматтарға. Себебі әкесінен жақын адам жоқ. Ең соңғы айтатын 5-ші кеңес ол бағана айтып өттім, ол қарым-қатынас құндылығы. Қазір мына әлемде, мына заманда кім қарым-қатынасты біледі, сол адам мықты. Біз Абай атамыз айтты ғой, ортаға біліміңмен емес, мінезіңмен сиясың деді ғой. Сол сияқты мінезі жақсы адам, қарым-қатынасты білетін адам бұл өмірде, бұл жерде қалмайды. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет, пайдалы ақпараттармен бөлістіңіз. Бүгінгі жобамызды, бүгінгі таңғы шайымызды қорытындылау мақсатында қысқаша сөзбен аяқтасақ. Бүгінгі мынау таңғы шай бағдарламасы, жобасы өз жұмысын ары қарай жандандырсын. Сіздерге жұмыстарыңызға берекет тілеймін. Түйіндей келе айтпағым, сен еш алаңдама дейді, еш уайымдама бала тәрбиесінде. Себебі балаң бәрібір сен сияқты болады дейді. Біз бағана айтылып жатқан кеңестер, басынан бастап айтылып жатқан дүниелердің бәрі ата-ана қандай болады, балалар сондай болады. Бірақ осы жерде тағы да осы сөзге кереғар тағы да ой айтқым келіп отыр. Себебі қазақта мынандай сөз бар. Қазақ дейді, Құдайдан бала сұраған дейді. Баланы былай сұраған дейді. Құдайым, бала бер, бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер деген қазақта әдемі сөз бар. Біз шын мәнінде ата-анаға байланысты деп отырмыз ғой. Кей кезде ата-аналар Құдайдан да сұрап отыру керек сияқты, саналы ұрпақты. Себебі қоғамда менмін деген тұлғалар бар, ғұлама, ғалымдар бар. Солардың өте қоғамға пайдасы тиген адамдар бар да. Бірақ олардың өмір тарихын қарап отқан кезде көбінің балаларының мықты болмағанын білеміз да. Сонда бұдан шығатын қорытынды не? Сен қанша балаңды керемет қылып тәрбиелесең де, қанша пысық, мықты әке болсаң да, бұл да Құдайға да байланысты дүние. Сол себептен үнемі біз тілегімізде сондай саналы ұрпақ бер деп сұрап отыру керекпіз деп санаймын. Бүгінгі әңгімемізден түйгеніміз, мықты әке баланың болашағына салынған берік іргетас. Әр отбасыда әке абыройы биік, асқақ болсын. Бүгінгі таңғы шай жобамыз осымен өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау болыңыздар.